Так, иррационал өрнектер б тобының бірінші есебі. Нәтижеге қарап. Бірінші түбір деген затты бір қайталап алайық. Жалпы бізде түбір асты x, оны біз x-тің 2-ден 1 дәрежесі деп жазуымыз қабыл. Дәреже түрінде алатын болсақ, ол қашықтан шықты? x-тің a негізі b, x-тің a негізі түбір астындағы b дәрежесі деп алатын болсақ, оны x-тің a-дан b дәрежесі деп ала салуға да болады, сонда жазып. Бұдан кейін менің айтайын дегенім, мына жерде мысалы a деген зат тұрады. Ол a-ны түбір астына алу үшін просто так түбірге алып квадраттап жүрсек жеткілікті. Квадратпен түбірді қоссаң, қайтадан a-ның өзі шығады. Сол үшін біз a деген затты түбір астында a-ның квадраты деп жаза берсек болады. И ол квадрат вообще-то сыртында тұрса да болады. Получается, түбір асты a-ның квадраты деген зат пайда болады. Екеуінің мәні бір. Осы қасиетін мына қасиетін қолданамыз осы рационал теңдеулерде. Енді қарап, мына жерде a-ны почти барлығымыз білеміз. Мысалы, белгілі бір сан тұрса, оны түбірдің ішіне кіргізу үшін біз квадраттап кіргіземіз, потому что ол түбірдің ішінен квадраттан шыққан болатын. Енді получается, a-ны түбірдің ішіне кіргізетін болсам, ол a квадрат болып кіреді, и a-ның қасына көбейтіліп барады. Екеуі a куб деген зат пайда болады. И мына жақта b-ны кіргізсең, b куб деген зат пайда болады. И астында түбір асты a плюс түбір асты b деген зат пайда болып тұр. Минус түбір асты a. Ол бірінші амалды қояйын, бірінші осының орнына көрсете алайын. Так, енді бізде мына жақта қарап. Былай жазсам да болады дедім ғой. Түбір асты a-ның кубы, түбір асты b-ның кубы деп жазсам да болады. Жақшылап қойсақ, кубы деп. Сонда бізде a куб, b куб деген формуламызға келіп тұр бұл. Соған просто так салып жібере саламыз. Ол қалай? Мысалға, a плюс b-ның кубтарының формуласы a плюс b, a квадрат минус av плюс b квадрат болатын болса, онда мен сол формулаға сай аша саламын. Яғни түбір асты a плюс түбір асты b, бұл бірінші жақсыда. Сосын түбір асты a-ның квадраты минус түбір асты a көбейтілген v, қосу түбір асты v-ның квадраты деп жаза саламын. Так, астында түбір асты a плюс түбір асты b тұрады. Потом бізде есептің шарты бойынша азайту a бар түбірдің астында. Енді мынамен мынау қысқарады, потому что мына жерде көбейту деген знак бар. Мына жерде жақшалардың арасында көбейтіліп тұрған заттар астындағы затпен қысқарып кете береді. Сонда бізде қалғаны түбір асты a-ның квадраты минус түбір асты av плюс түбір асты b квадрат и минус түбір асты av. Бұл жерде мына екеуі бізде минус 2 түбір астында av-ны бере салады. 2 штук қой, түбір асты av деген бір зат деп алатын болсақ, оның екеуі де минус болса, минус қосылып кетіп 2 штук түбір асты av бола салады. b квадрат. Енді бұның өзі қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. Енді оның бәріміз біліп тұрық. a минус түбір асты b-ның квадраты, түбір асты минус түбір асты b-ның. Енді бірінші жақшадан полный бізде түбір асты a минус түбір асты b-ның квадраты шыққан екен. Екінші амал дейміз, соны жазып қоямын. Түбір асты a минус түбір асты b-ның квадраты бірінші жақшадан шықты. Бөлесің оны a-ға. Бөлудің a жағындағы тұрған затты көбейту ауыстырғанда 1 бөлінген деп жаза аламын. И потом 2 түбір астында b бөлінген түбір асты a плюс түбір асты b. Так, енді біздер жаңа айттым, құр тұрған, түбірсіз тұрған затты мен түбір арқылы жаза аламын. Ол үшін түбірмен квадрат берсем жеткілікті. И получается, мынау қазір бізде a квадрат минус b квадраттың формуласына келіп тұр. Оны сол формуламен ашсам. 1 бөлінген түбір асты a минус түбір асты b, түбір асты a плюс түбір асты b деген қысқаша көбейтудің формуласын ашып саламын. Болды, сонымен квадратпен a минус b-ның біреуі түбір асты a минус b түбір асты b-ның. И потом үстінде бізде түбір асты a минус түбір асты b-ның біреуі, и астында түбір асты a плюс түбір асты b қалды. Қосу 2 түбір астында b бөлінген түбір астында a плюс түбір астында b. Бөлімдері бірдей заттарды мен бір бөлшекке алып жаза аламын. Получается, түбір асты a минус түбір асты b плюс 2 түбір астында b болады. И мына жердегі минус түбір асты b-дан плюс түбір асты b екеуі ықшамды алып кетіп, түбір асты a плюс түбір асты b қалады, бөлінген түбір асты a плюс түбір асты b. Екеуі қысқарып кетіп, деген өрнек қана қалып қоя салады екен. Мәше мынандай есеп болды, сондақсы. Бірінші есебі кетті, екінші есепті негізі тақтаға көрсетіп қойған. Давай үшінші есеп. a-ның 4-тен 3 дәрежесі. Қосу b-ның 4-тен 3 дәрежесі. Көбейту. Тура осының минусы. Ол уже бір заттың плюс мен минусы тұрса, уже понятно, да, нені береді. Потом астында өзі не тұр? a-ның 2-ден 1 дәрежесі, b-ның 2-ден 1 дәрежесі тұр. Сосын азайту a-b-ны жақшаға алып, сыртына 2-ден 1 дәреже деп жазған. И дәу жақшаға қойғанда көбейту 2 бөлінген a плюс b-ның 2-ден 1 дәрежесі деп қойыпты. Мына жақшаның сыртында 2-ден 1 бар екен. Так, понятно. Енді кеттік. Мына затты жаңа мен көрсеттім, дәрежені қалай түбірге алып. Негізінің дәрежесі ол түбірдің бөлшектің астындағы дәреже түбірдің негізіне кетеді, и анау a куб болады. Плюс 4 дәрежелі түбір астында b куб болады. Бұл бірінші жақша. Тура осының минусы. 4 дәрежелі b куб. Жақшаға қоямын. Астына 2 дәрежесін көшіре саламын. Түбір асты a болады, түбір асты b болады. Азайту түбір астында a болады. Осыны бірінші амал деп орындап алайын. Бұл жақта мына екеуі плюс пен минус болып тұр. X плюс y, x минус y. Ол бізде x квадрат минус y квадратты бере салады.
Ладно, тұрмысыншы. Получается, мынау 4 негізді а кубты квадраттап жіберем, иә? Сосын азайтамын 4 негізді а кубты тоже квадраттап жіберем. Сол кезде не қызық пайда болады екен? Тубырасты минус тубырасты б минус тубырасты а б. Енді бұл жерде қараңдар. Мынау бізде аның 4-тен 3 дәрежесі деген зат еді ғой. Оның сыртында квадрат тұр да. Дәреженің дәрежесі онда дәрежелер көбейтіліп, нәйке қысқарып кетпей ма? Сонда бізде аның 2-ден 3 дәрежесі деген пайда болады. Оны түбірге алып жазатын болсақ, түбірасты а куб болса просто так. Мен оны түбірасты аның кубы деп кубын сыртына шығарып жазамын. Мен түбірасты бұғын а деп жазамын. Түбірасты б-ның кубы деп сыртына шығарып жазамын. Потом осында түбірасты а минус түбірасты б. Сыртында түбірасты а б бар. Енді бұл жерде мынау үстіндегі понятно, а куб минус б кубты беретін, потому что жаңа ғана біз соны қолдандық, иә? Соның формуламен ашамын. Түбірасты а минус түбірасты б. Бірінші жақшада екінші жақшада түбірасты аның квадраты минус түбірасты а б, ойбай, плюс деген түбірасты б-ның квадраты бөлінеді. Түбірасты а минус түбірасты б, азайту түбірасты а б. Енді понятно, что мына екеуі қысқарады. Потом қалады мына екеуі, иә? Енді бұл жерде так, ладно, пока қысқартпай қойдырам. Қалған жерде мынау түбірасты аның квадраты деген квадратпен түбірді қысқартып жіберем, а қалады. Мына жақта а б қалады түбірасында, мына жақта б қалады. Мынау азайтылып кетем дейді. Азайтылып кетсе мына екеуі жойылып кетеді. А плюс б ғана қалайын деп тұр, не керек түбірдің ішінде. Ол а плюс б еще 2-ден 1 дәрежеде тұр тұрса, сондықтан екінші амал деймін да. Жақшаның ішінен бізде а плюс б ғана қалды. А плюс б ғана қалды. И оның сыртында 2-ден 1 дәреже тұр. Көбейту 2 бөлінген а плюс б-ның сыртында 2-ден 1 дәреже. Мына екеуі бірдей зат, қысқартып жауабы тек 2 ғана қалып қоя салады екен. Болды. Үшінші есебімізде шықты. Сосын келесі бетінде тағы есептеп тұр екен. 4-5-ті көрсетіп салайын, иә? 4 пен 5 ұқсастау екен жазу форматтары, иә? Енді бұл жақта x-тің 2-ден 1 дәрежесі дейді. Бірінші көшіп жазып алайын. Осының сыртында минус 1 дәреже дейді. Қосу x y жақшаның ішінде үстінде 2-ден 1. Бұндай бір жақшаның ішінде тұрды. Бөлу екінші жақшаның ішінде 2-ден 1 дәреже. Ма? Ой, тоқта, x қана екен. Мен өтірік жазып x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Y-тің 2-ден 1 дәрежесі деп 5-ші есептетіне дұрыс болды. Қатесіз өзінде өтемін. Так, бірінші амал, ол бірінші бөлшектің ең ішкі жақшаның ішін орындап алу, иә? Енді бұның ішін орындау үшін бізде анау 2-ден 1 дәреже дегенде түбірлер арқылы жазылу керек. Ол түбірасты x минус түбірасты y болады. Мынау дегенің түбірасты x-тің кубы минус түбірасты y-тің кубы болады. Бұл енді астын қысқаша көбейтумен ашатын болсам, уже үшінші рет қолданып тұр есепте. Түбірасты x минус түбірасты y. И түбірасты x-тің квадраты қосу түбірасты x y қосу түбірасты y-тің квадраты болады. Потом екеуінің қысқаратын бізге понятно. Бір бөлінген x қосу түбірасты x y қосу y деген зат пайда болады. Енді бұның сыртында минус 1 дәрежесі тұрса, минус 1 дәреже болған жердің барлығында орын алысады, потому что аның минус 1 дәрежесі дегені бір бөлінген аны береді. Иә, формула. Енді бұл бізде керісінше болып тұрса, яғни бір бөлінген аның минус 1 дәрежесі болып тұрса, ол просто аның 1 дәрежесі бере салады. Или вообще аның өзін береді деп жазсаңыз. Екінші амал получается бізде мынаның сыртында минус 1 дәреже болса, x плюс түбірасында x y қосу y деп жаза салады екен. И қосу бізде мына жақта тағы да түбірасында x y тұр, иә? Мынаның түбірасын жаза саламын. 2-ден 1 деген заттың уже түбірасы екенін түсініп алдық. Сосын бөлем дейді оны. Бөлем дейді түбірасы x плюс түбірасы y-ға дейді. Енді бізде понятно, что мына екеуі қосып кетеді, екі есебінде болады, иә? X қосылған x алдында x y қосылған y болады. Ойбай. Ал бөлу астында түбірасы x қосылған түбірасында y. Мына жақта үсті қысқаша көбейтуді береді. Түбірасы x плюс түбірасы y-тің квадраты бөлінген түбірасында x плюс түбірасында y. Біреуімен қысқарады, сонымен только түбірасы x плюс түбірасы y қалып қоя салады екен. Есеп сонымен бітеді. Так, 5 кетті, 6-ны өзім шығарсам 7. Мына 8 көрсетейін, иә? 8-ші есеп. Мына жақта а-ның 2-ден 3 дәрежесі. Минус b-ның 2-ден 3 дәрежесі. Бөлінген b-ның 2-ден 1 дәрежесі. Минус b-ның 2-ден 1 дәрежесі. Көбейтілген а минус b. А плюс а-ның 2-ден 1 дәрежесі. b-ның 2-ден 1 дәрежесі. Қосу b. Қосу 2 еселенген а-ның 2-ден 1, b-ның 2-ден 1 дейді. Ой, так, енді бұл понятно тоже. А куб минус b куб бола салады түбірасындағылардың. Мынау түбірасты біреуі а болуы керек. Түбірасты а минус түбірасты b болады. Көбейтілген мынаны түбірасты а-ның квадраты минус түбірасты b-ның квадраты деп жазамын сразу. Потом астындағы а плюс түбірасында а b плюс b-ны береді. Жазасыз полный. И 2 түбірасында а b бола салады. Потом бұл жақта мынаның қысқаша көбейтумен ашу керек, көбейткішке жүктеу керек. Түбірасты а минус түбірасты b. Сосын түбірасты а квадрат қосылған түбірасты а b қосылған түбірасты b-ның
квадраты болады. Астында түбірасты а минус түбірасты b тұр дайын. Сосын мынаны ашқаннан пайда жоқ екен негізі. А минус болып тұра берсін. А плюс түбірасты а b. Қоя берсе ұйықтап жатыр ма екен? Мына екеуі қысқарады. Мына екеуі де қысқарады. Сонымен а минус b ғана қалады. Қосу түбірасында 2ab. А минус b. Сосын плюс 2 түбірасында ab боласады. Что-то бір жер қате кетіп қалды ғой. Мына плюс екен ғой бәсе. Мына жер плюс екен бергенде. Так. Мына қысқаша көбейтумен ашып жоқ қой бәсе. Не уже деп қоямын. Үстінде түбірасты а минус түбірасты b болады. Астында түбірасты а плюс түбірасты b. Түбірасты а минус түбірасты b. Деп ашып қойсам. 2 қосу 2 түбірасында ab. Мынамен мынау қысқарады. Мына екеуі деген ол бізде қысқаша көбейту формуласын береді. Түбірасты а минус түбірасты b-ның квадраты қосу 2 еселенген түбірасты ab деп жазатын болсам, мына формуланы ашам. А минус 2 түбірасында ab қосу b болады. 2 түбірасында ab, мына екеуі қысқарады. А плюс b ғана қалады екен. Ол не жауап дейді. Так, келесі. Мынақты не бар? Сосын екінші тобе уже бесінші депсін. Мына жерде проблема сендерге логарифм 4 негізі 16 ғой. Ол просто так 2-ні бере салады. Неге? Потому что 16 деген ол бізде 4-тің 2 дәрежесі емес па? Мына екеуі логарифм а негізі а деген ол 1 бере салады. Ол бізде 1 емес 2 тұр ғой. Получается сол 2-нің өзі қала салады екен. Так, бізде сонда x минус 4 или былай түсінсем болады. 16 4-тің қанша дәрежесі? Просто 2 дәрежесі деп қойғанбыз. Ал енді бұл обычно не болып тұр? Иррационал теңдеу болып тұр. Екі жағын квадраттап жібере саласың. X минус 4 тең болады 4-ке. X тең болады 0-ге. Дейсің да? Сонымен жауабын 0 қыла саласың. Бізде міндетті түрде x минус 4 үлкен және тең болу керек 0-ден. X үлкен және тең 4-тен. Мына жерде өтірік 8 болады екен. 4 а жаққа қосылып өтеді, сонымен 8 болады. Сонымен жауап 8 күйінде қалады. Одан кейін жетінші есеп. 25 минус x квадрат бір жақта да тұр. Сосын түбірасында x минус 6 тең 0 деген ол тағы бір жақта не түбірде тұр. Бұл жақта мына жерде көбейту болғаны үшін мен көбейтудің екі жағын жеке-жеке нөлге теңестіре саламын. 25 минус x квадрат тең 0, x минус 6 тең 0 дей саламын. Потом мынаның түбірлері x тең плюс минус түбірасында, x минус түбірасында 25, одан 5 шықса, x тең 6 шықса, иә. И бірақ бізде түбір деген зат болған үшін анықталуы болсын міндетті түрде жазылады. Яғни x минус 6 үлкен және тең болуы керек 0-ден. Потому что түбірдің астындағы өрнек ешқашан да терістен қабылдай алмайды, иә. Сонда бізде x міндетті түрде үлкен және тең болуы керек 6-дан. 6-дан үлкен және тең деген жауап ол 6 ғана болайын деп тұр ғой. Плюсте минуста 5 бола алмайды. Мысалы 5-ті қоятын болсаң 5 минус 6 ол терістен болып кетеді. Түбірдің астынан терістен шықпайды. Сондықтан тек бізде жауап 6 ғана болады екен. Одан кейін 9-шы есеп депсің. Тура сондай есеп. Түбірасында x минус 9 тең болады 0. Тоже бірінші түбірі 1, екінші түбірі 9 болады. Бірақ бізде түбірдің астындағы өрнек міндетті түрде үлкен және тең болу керек. Анықталуы бойынша x үлкен және тең 9-ға. Сондықтан жауап тек қана 9 болады екен. 14-ші есеп. 14-ші есепте түбірасы x бөлінген 5 тең болады x квадрат бөлінген түбірасы x-ға. Бұл есепті шығару үшін бөлімінде айнымалы болған. Енді теңдеу ғой. Екі жақты просто так ақшамда бере салайын десем. X-тан бөліп бөлініп тұрген ғой. Түбірасы x бөлінген 5 минус x квадрат бөлінген түбірасы x дейміз, иә, тең 0. Мына жаққа бересің түбірасы x-тан, мына жаққа бересің 5-тен. Сонда түбірасы x-қа түбірасы x көбейтсең x болады, мына жақта 5 x квадрат болады. Астында 5 түбірасында x тең болады 0-ге. Енді бізде осындай өрнек пайда болып тұр. Үсті тең 0-ге, асты тең емес 0-ге деп жазамыз. Сол кезде x1 тең 0-ге, x2 тең 5-ге бола салады екен. Точнее 5-тен 1-ге. Потом бізде бөлшектің бөлімі тең емес болу керек 0-ге дедік қой. Түбірасты x-іміз тең емес болу керек 0-ге. X тең емес 0-ге. Еще түбірасты болғаны үшін бізде түбірасты x-іміз үлкен және тең болу керек 0-ден ғой. Бірақ бөлімі тең бола алмаған үшін үлкен және тең деймін, просто үлкен 0-ге саламыз. X міндетті түрде 0-ден тең болу керек. Ол жауапқа сай бізде тек 0,2 ғана екен. А жауабы деп кете бересің. Так, 16-шы есеп 5x минус 7 дейді. Түбірасында тең болады 3x плюс 7 дейді. Так, бізде түбірдің екі жағында да түбір тұрса, теңдеудің екі жағында да түбір тұрса, просто так квадраттап жүре саласың, түбірмен квадраттар қысқарып кете салады. Сонда 5x минус 7 тең болады 3x плюс 7-ге деген оп-оңай теңдеу пайда болады. 3x-іміз былай қарай өтеді, азайту 2x болып қалады. 7-іміз ары қарай өтеді, плюс болып өтеді 14 болады. X тең 7-ге. Бірақ бізде анықталу ол болса
болса деген сөз бар, иә. 5х минус 7 түбірдің астында тұрған зат міндетті түрде үлкен және тең болу керек. Тура солай 3х плюс 7 дегеніміз тоже үлкен және тең болу керек. Осыларға есебіміздің шешімі сай келе ме, соны тексереміз, иә. Бізде 7 ары қарай өткізіп жібереміз, плюс 7 болады, 15-ке бөліп жібересің, 7 бөліп 5 болады, үлкен және тең 0-ден. Потом мынау x деген x үлкен және тең минус 7 бөлінген 3-тен болады. Екеуі де 7-тен кішісін, получается бізде бұл екі аралыққа да 7 кіреді, сондықтан жауабы тек қана 7 бола салады екен. Келесі 20-шы есеп. X плюс 2 бізде 3 негізі тең болады 3, түбірасында x минус 1. 3 негізі. Енді қарай, мына жерде не үшін квадраттап отыр, потому что түбірдің негізінде мен кеше айтып кеткен болатын 2 бар болады деп, көрінбейтін 2 болады. Сол 2 мен көрінбейтін 2-ні қысқартып отыр да, біз түбірді қысқарттық дегенде ше. Енді мына 3 түбірдің 3 негізін қысқартып тастау үшін біз 3 дәрежелеп жіберуіміз керек екі жағында. Квадраттап тұрып ше. Енді 3 пен 3 негізі түбір қысқарып кетеді, 3 пен 3 негізі түбір полный қысқарып кетеді. Сонда теңдіктің бер жағында тек x плюс 2, ал теңдіктің ар жағында 3-дің 3 дәрежесі 27, еще x минус 1 қала салады екен. Потому что мына куб екеуіне де тиісті, ал бірінші мынаған тиісті, потом барып мынаған тиісті. 3-дің 3 дәрежесі 27 и 3 дәрежемен 3 негізі түбір қысқарып кетіп, x минус 1 ғана қалып қоя салады екен. Енді просто так бізге жақшаны аша салу керек, 27x минус 27 деп. Мынау ары қарай өтіп кетсе 26x болады. Мына 27-ні бері қарай өткізсем 30, ойбай, мына 2 екен ғой. 2 болса 20 плюс өтеді, 29 болады. Сонымен x-тен 29 бөлінген 26 деген бір түрлі жауап пайда болады екен. Ондай жауап бірақ бар екен ар жауабында. Так, 20-шы есеп кетті. Мына жақ бетте b тобынан екінші есеп тапты. Енді b тобының есептерін жеке-жеке түсіндіріп көрсетейін. 2x плюс 9 түбір астында тұр. Қосу x плюс 5 тұр түбірдің астында и тең 0-ге. Енді бұл жақта теңдеуді шешу үшін, тең 0 емес, тең 2-ге. Теңдеуді шешу үшін просто так теңдіктің екі жағын квадраттап жүруіміз керек. Не үшін квадраттап жүреміз? Потому что бізде түбіріміздің негізі 2. Түбірден құтылу үшін квадраттап жіберсек жеткілікті екен. Енді бұл оңайлықпен квадратталмайды. А плюс b-ның квадраты түрінде квадратталады. Ол бізде a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат түрінде жазылады. Яғни бірінші өрнектің квадраты бізде a-ның мәні 2x плюс 9-ға тең болып тұр түбір астымен, соны квадраттаймын. 2x плюс 9 түбір астында оны квадраттаймын. Қосу 2 еселенген 2x плюс 9 a-ның мәні болып тұр. Оған әкеп көбейтемін. X плюс 5-ті, яма? И потом қосамыз b квадрат, яғни x плюс 5-тің түбір астындағысының квадраты тең болады 2-ның квадраты 4-ке. Квадратпен түбір жойылады. Получается 2x плюс 9 болады. Мына жақта плюс 2 деймін да, мына екеуін бір түбірдің астына алып жаза саламын. Ол түбірдің қасиеті, түбірдің негіздері бірдей болса, онда бір жақшаға алып жаза салуға смело болады екен. Қосу x плюс 5 тең болады 4-ке. Енді мынау түбірден басқасының барлығын теңдіктің ар жағына өткізіп тастаймын. 2 и түбір асты x-тің астында 2x плюс 9, сосын x плюс 5 қалады. Потом теңдіктің ар жағында мына мен мына екеуі бізде плюс 14 болады, теңдіктің ар жағына барсам минус 10 қалады. 2x плюс 3x минус 3x болып өтеді екен. Я қателеспедім ғой, по идее. 13-ші есеп бет, бізде екінші есеп еді ғой. Осы короче. Енді одан кейін бізде теңдіктің екі жағын квадраттап жіберсек болғаны. Сонда 4 көбейтілген, мына екі жақтан бір-біріне көбейтіп ашамын. 2x квадрат қосу 10x плюс 9x қосу 45 тең болады 100 плюс 2 көбейту болса 60 болады, x қосу 9x квадрат болады. Так, енді 4-пен жақшаны ашып бірінші мына екеуі 19x болады, 4-ке көбейтіп шығамын. 4-ке көбейтсем 8x квадрат, 4-ке 19-ды көбейтсек 76 бола ма? Қосу 45-ке 9, 180 бола ма? Тең емес, минус 100 плюс 60x, мен таңба жазып отырмын, минус 60x, минус 9x квадрат тең болады 0-ге. Енді мына жерден ақшамдап тастау керек, 8x квадраттан 9x квадрат тапсаңыз, минус x квадрат қалады. 76-тан оны 60 тапсаңыз, тоқты бірінші бір тексерейін. 19 көбейту 4, 76. Одан 60 тапсаңыз, минус 16, плюс 16x қалады. 180-нен 100 алып тапсаңыз, плюс 80 қала ма? Анадан басқасын бәрі оңсан шықты, минус 1-ге бөліп тек. X квадрат минус 16x минус 80 болады, тең 0. Бізде бұл 20 мен 4 десең болады екен, x минус 20, x минус 4 десек, бізде минус шығу үшін мынаның алды плюс болу керек. X тең 20, x тең минус 4 болады екен, сонда жауабы. Енді бізде түбірден не шығу үшін, бізде еще түбір асты болғаны үшін бізде шарт бар, анықталу облысы деген. Анықталу облысымыз 2x плюс 9-ымыз үлкен және тең болу керек 0-ден, x плюс 5-іміз үлкен және тең болу керек 0-ден. Сонда бізде x міндетті түрде үлкен болу керек 9 бөлінген 2-ден терісінен, x үлкен міндетті түрде 5-ден үлкен болу керек. Минус 5-тен екеуі де үлкен, бірақ минус 9 бөлінген 2-ден үлкен емес, ал десем ол 4,5 ғой. 4,5-нан екеуі де үлкен екен, онда 20 мен минус 4-тің өзі шығады екінші есепте. Так, 20 деген жауапта жоқ қой. Минус 4 тұр. 20-ны орнына өзің шықпай қалайын деп тұр сонда. Минус 4 қана қалып тұр екен. 20 неге кіріп тұр ғой? Орнына өзің шықпай қалайды. Анықталу облысы бойынша кіріп тұр, шешім бойынша да дұрыс тұр. Или минус 20 бола ма? Минус 20-да минус 4 может?
плюс болады минус x квадрат плюс 80. Бәрі дұрыс қой. Может, бір жерден қателестім. 20 деген шарт бойынша негіз кіріп тұрды ғой, орнына қойып көрейін. Орнына қойсам шықпай қалып тұр, бірақ ше. 49, одан 7 шығады. Қосу, мына жақтан 25 5 шығады. Екеуін қоссам 12 көтен деп тұр. Бірақ анықтау осы. Жарайды, орнына қойсам шықпай қалып, бірақ тексеру не обязательно еді негізі ше. Мейлі, тағы бір қайттан көріп қоя берейін. 5-ші есеп. Төбірасында 3x қосу 1 и минус төбірасында 17 минус x. Потом тең болады 2-ге дейді. Енді бұның тоже екі жағын квадраттап жүре салсын. 3x қосу 1 қалады, сразу жазып кете берейік. 2 төбірасында 3x қосу 1 и көбейтілген 17 минус x. Төбірасында қосу 17 минус x. Тең болады 4-ге. Так, 3x-тан x тапсамыз 2x қалады. 1-ге 17 қоссаң 18. 18 бері қарай 4 өтсе 14 қалады. Минус 2-ні теңдіктің ар жағына плюс 2 қылып өткізіп жіберемін. Төбірасымен қосып 3x плюс 1. Сосын 17 минус x қалады екен. Потом 2-ге бәрін бөліп тастаймын. x плюс 7 қалады. Сосын енді теңдіктің екі жағын квадраттап жүре салсын. Как обычно. Вот обе нақты квадрат жаймен дешін. Формуланы ашам. X квадрат плюс 14x плюс 49. Тең болады 3x 17 51x. 3x минус x минус 3x квадрат плюс 17 минус x қалады. 3x бері қарай өткізсе 4x квадрат болады. 51-ден x тапсамыз 50 болады. Бері қарай азайту өтеді. Так, 36 қаламы. Минус 36 x қоссам 49-дан 17-ні алып тастаймыз. Қанша қалады так? 32 плюс болады еще. Мынаның бәрі 4-ге бөлінеді. X квадрат минус 9x плюс 8 тең болады 0. Енді бұл дегенің 8 бен 1 деген сөзі. Сонымен x тең 8, x тең 1 болады да. Анықталу облысы бойынша 17-тен кіші, 3-тен 1-ден үлкен болады да. 3x плюс 1 үлкен және тең 0-ден, x үлкен және тең минус 1 бөлінген 3 деген 2 үлкен. Сосын 17 минус x үлкен және тең 0-ден, x кіші және тең 17 деген болып қалады. Екеуі де шешімге кіреді. 1 мен 8 дейді. 5-ші деп. Тоже біреу ғана тұр, получается орнына қойып тексеру керек болып қалады. Бірді қойып көрейік десем, бір жауапты жауап келді. Бір тексере салайық. 3x плюс 1 дейді. 3-ге 1-ді қосасың 4, одан 2 шығады. 1-ді қойсаң 17-тен 1-ді қойсаң 16, 16-тан 4-ден 4 шығады. Азайтсаң минус 2 болып қалады. Ол біздің екімізге тең емес. Сол үшін жауапқа тең бола алмайды екен. Получается, иррационал теңдеулерді шешкен кезде міндетті түрде анықталу болса, одан бөлек теңдеуді шешу, шешімдерін шығарып еще орнына қою керек екен. Сол кезде ғана нақты шешімдерін ала алады екенбіз. Жаңа енді 8-ді қойсақ, получается дұрыс шығады деп тұр ғой. Давай тексеріп көрейік. И тестте де пайдасы бұл жауаптарды орнына қойған кезде теңдеудің дұрыс шығып тұрса болғаны. 8-ді қойсақ, мысалға 24, 25, одан 5 шығады. 8-ден 17-ден 8-ді алып тастасақ 9 ба, 9-дан 3 шығады. Тең 2. Ол, пожалуйста, бізде екімізге тең. Сондықтан тек 8 ғана болады екен жауабы. Бір ғана бір бола алмайды екен, 5-тен кейін 13 дейді. Ой, нағыз бәрін көрсетіп тұр ма? 13, 14, 16 дейді. Бұл жақта сәл күрделілеу негізі 15. Сәл төбірасында квадратпен тұр екен, соны көрсете салайын. X квадрат плюс 1 дейді. X квадрат плюс 9 дейді төбірдің астында. 15-ші есепте. Минус төбірасында x квадрат минус 7 дейді. Тең болады 2-ге дейді. Вот, кеттік. Енді тоже теңдіктің екі жағын квадраттау. Квадраттап алсақ x квадрат плюс 9 минус 2 көбейтілген x квадрат плюс 9. Жақшаның ішінде x квадрат минус 7. Потом x квадрат минус 7 тең болады 4-ге болады. X квадраттар қосылып x-тің 4 дәрежесі болады. Так, x-тің 4 дәрежесі 9-ға 7-ні алып тастайсың 2 қалады. Ана 4 келіп минус 2 қалады. Мынаның бәрін теңдіктің ар жағына өткізіп. Бұл теңдіктің екі жағын смело квадратты. Мына жерде пока квадрат. Мам, не разбиттім, 2x квадрат. Не смысл мынау? 2x квадрат болады. Так, потом квадраттамас бұрын ондай болса, теңдіктің екі жағының бәрін 2-ге бөліп тастасақ болады. X квадрат минус 1 тең болады төбірасында x квадрат плюс 9. X квадрат минус 7. Енді қазір b квадрат теңдеу пайда болайын деп тұр. Одан бұрыншы, мейлі, кете берсін. X квадрат минус 1-дің квадраты бізге керек. Және ақтар квадратпен түбі жойылып кетеді. X квадраттың квадрат x-тің 4 дәрежесі минус 2 еселенген x квадрат плюс 1 болады. Тең болады. X-тің 4 дәрежесі минус 7x квадрат плюс 9x квадрат. Бізде сосын минус 63 болады. X квадраттар от қысқарып кетейін деп тұр. Не керек? Сосын мына жақта мына екеуі плюс 2 болса, плюс 2x квадрат. Мынау арғы бетке өтсе 4x квадрат болады. Бір теңдіктің ар жағына өтсе минус 64 болады. Тең 0 болады. X квадрат минус x квадрат тең 64 бөлінген 4. X квадрат 64-ті 4-ке бөлсек 16. X тең болады плюс минус 4-ке. Так, плюсын қойсақ. Так, 15-ші есепте
Tabii 15. себебі плюс минус 4 деген жауабында тұр. Получается, екеуін де қойсаң шығайын деп тұр ғой. Бір жауаптықтар жоқ болып тұр да ше. Сол үшін тексеріп әуре болмай қояйық, сразу айта салайын. Мына жақта 16 есеп қызық болып тұр. Мына есепті қояйық бітті. 1 плюс x түбірасында минус 1 бөлінген 1 плюс x тоже түбірасында тең болады 2 плюс x-қа дейді. Просто біздер мына жақта ортақ бөлім беріп шықсақ негізі жеткілікті. 1 плюс x-тан береміз түбірасындағы. Мынағанда түбірасында 1 плюс x-тан берсең. Сонда не пайда болады? Түбірасында 1 плюс x-қа түбірасында 1 плюс x көбейтсең, просто 1 плюс x пайда болады и минус 1 пайда болады. Мына жақта түбірасының ішінде 2 плюс x и 1 плюс x тұрады. Біздер енді бөлімдерін құртастап кете алмаймыз. Бөлімде айнымалы тұрған үшін 1 плюс x міндетті түрде тең болмауы керек 0-ге, x тең болмауы керек минус 1-ге. Так, кеттік, арға шығарамыз, мына екеуі қысқарып кетеді. Теңдіктің бер жағында x қалады. Теңдіктің мына жағында 2 плюс x 1 плюс x квадрат қалады. Ой, не квадрат. Сосын теңдіктің екі жағын квадраттайсың керек. X квадрат тең болады 2 плюс 3x плюс x квадрат болма. Так, сосын мына жақта x квадраттар жойылса, x тең болады минус 2 бөлінген 3-ге. Минус 1-ден үлкен болады бұл. Минус 2-ден үлкен болады. Сонымен осы жауап қалып қояйын деп тұр ғой деймін керек. Тоқта. 2 плюс x, 1 плюс x. Екеуі де плюспен тұрады. Мына беріп тастадым артық бөлім, яқта өзі қалды. Минус 1 тең 0. Бізде түбірасындағы минус 1-ден үлкен, минус 2-ден де үлкен, минус 2-ден үлкен. 2 бөлу 3 минус 0 жан ба бірдеңе шешім жоқ деген кажется. Келмей тұр, шешім жоқ деген ғана вариант кетті. Мына жақта x квадрат қалады. Дұрыс. Мына жақта 2x, 1x, 3x болады, x квадрат болады. Жойылып кетеді. Минус 2 бөлу 3. Полный дұрыс. Негізі. Давай, минус 2 бөлінген 3-тен орнына қойып көрейік. Бұл анықтау облысына кіргенмен орнына қойсақ шықпай қалып отыр ғой. Сол үшін шықпай қалайын деп тұр ғой мына жақта. Бір қосу негізі, бірақ 2 бөлінген 3 минус болып тұр, сондықтан осылай болып кетеді. Так, азайту 1 бөлінген 1 қосу 2 бөлінген 3 түбірасында тең болады 2 азайту 2 бөлінген 3-ке. Енді мына жақта 3-тен бер жүрсең 3-тен 1 қалады түбірасында, минус мына жақта 1 бөлінген 3 қалады түбірасында тең болады. Мына жақта 6-тан 2 алсаң 4 болады, 3 болады. Маған тең болмайды 12. Потому что мына 1 бөлінген түбірасында 3, мына жақта просто түбірасында 3 қалайын деп тұр. Керісінше соны не дегенмен. Мына жақта 4 бөлінген түбірасында 3. Ол 4-тен 2 шығады қазір. Ортақ бөлім берсең 1 азайту 3 бөлінген түбірасында 3 тең болады 2 бөлінген түбірасында 3-ке. Мына жақта минус 2 бөлінген түбірасында 3 тең болады 2 бөлінген түбірасында 3-ке деген зат пайда болайын деп тұр. Теңдіктің екі жағы тең емес, сол үшін шешімі бола алмайды екен. Негізі өте опасный, шешімі жоқ деген е жауабы болады екен сонымен. Так, келесі 16-шы есепті көрдік, 17-шы есеп дейді. 17-шы есепті көрсетсем болады екен, бірақ өте оңай есеп. 4x плюс 9 түбірасында минус 11x плюс 1 түбірасында минус түбірасында 7x плюс 4 дейді, тең 0 дейді. Біз осыны соңғы тұрған затты теңдіктің ар жағына плюсқа өткізіп саламыз. Болды. Потом екі жағын смело квадраттай берсін. Былайынан мысалға. Сонда 4x плюс 9 минус 2 еселенген 4x плюс 9. Сосын 11x плюс 1 қалады. И қосу 11x плюс 1 ма? Тең болады 7x плюс 4-ке. 4x-ға 11x, 15x теңдіктің бер жағына өтсе 7x-ің, 15-тен 7-ні алып тастаймыз, 8x қалады. Сосын 9-ға 1-ді қоссаң 10, 10-нан 4-ті алып тастайсың, плюс 6 қалады. Алынан 2-мен осы теңдіктің ар жағына өткізіп жібереміз. Ойбай, 4x плюс 9, 11x плюс 1 деп жазамыз да. Потом бәрін 2-ге бөліп тастаймыз. 4x плюс 3 қалайын деп тұр. Мына жақта 4x плюс 9. Сразу жақшаны аша береміз. 4x-ке 11x көбейтсем 44x квадрат. 4x-ке 11x-ті тең десем 4x қосылған 99x екені қосу 9 болады, түбірдің астында бұл. Мына жаққа тупо квадрат бере саламыз. Квадратпен түбір жойылады. 16x квадрат қосу 12 24x плюс 9 тең болады 44x квадрат плюс 4x плюс 99 оймай қосылмақ болған екен. Сосын 16x теңдіктің ар жағына өткізіп тастасақ 44-тен 16-ны алып тастаймыз. 28x квадрат плюс 24-тің теңдіктің ар жағына минус 24 болып өтеді. 99-ға бірінші 4-імізді қосып алып, одан алып тастаймыз 24-імізді. 79 дейді. Так, плюс 79 x болады, потом плюс 9-іміз теңдіктің ар жағына минус 9 болып өтеді, жойылып кетейін деп тұр. Бұл қай есеп еді?
номерінде жазып 17 есеп екен. Сонымен x-ті шарт жасасаң 28x плюс 79 болайын деп тұр. Не керек? X тең 0, 28x плюс 79 тең 0 болса, x тең минус 79 бөлінген 28 болады. Енді 79-ды 28-ге бөлсең, шамамен 2-де 8 шығады екен. Минус 2-де 8, минус 2-де 8 деген біздің жауаптарға кірмей қалайын деп тұр ғой, не керек? Потому что анықталуы болса, бізде 4x плюс 9 үлкен және тең болуы керек 0 деген. 11x плюс 1 үлкен және тең болуы керек 0 деген. 7x плюс 4 үлкен және тең болуы керек 0 деген. Үлкен және тең болуы керек минус 9 бөлінген 4-тен дейді. Үлкен және тең болуы керек минус 11 бөлінген 11-ден дейді. Үлкен және тең болуы керек минус 4 бөлінген 7-ден дейді. Енді мынауың жоқ шамамен минус 4-ті 9-ға бөлсең айтса, мынаның өзі есеме тұр ғой, 9 бөлу 4. 2-де 25. 2-де 25-тен үлкен болу керек дейді, мынау уже кірмейді да. Тең 0-ге деген жауап бар екен, Д жауабы. Енді сол Д жауабының өзін тексеріп көре салайық. Мысалы, допустим, 0-ді қойып көрейік орындарына. Так, 4x 0 болып кетеді, 9-дан 3 шығады. Азайту, анау 11x 0 болып кетеді, қосасын 1-ді түбірден 1 шығады. 7x-тен яқтан 4 шығады дейді, одан 2 шығады. Теңдіктің екі жағы тең болып тұр, значит 0 деген жауабың келіп тұр екен. 17 шықты, 18-ді өзің шығарсаң, мына жақтан 23-ші есепті бір көрсете салайын. Сонымен бітсін. Так, 2x минус 1, 3 негізді түбірде, қосу 3 негізді x минус 1. Так, тең болады 1-ге. Енді біздер ана жақта квадраттап жатыр едік, неге? Потому что түбірдің негізінде квадрат болды, бұл жақта бізде не тұр? Куб тұр. Получается, кубтың формасына салып шығару керек екен. Бірінші өрнектің кубы 2x минус 1 болады. Қосу 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты көбейтілген екінші өрнек. Потом қосу 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадраты. Так, сосын 3 еселенген деген жерде бар. Так, қосу екінші өрнектің кубы x минус 1. Тең болады 1-дің кубы 1-ге. Сосын 2x-ға x қоссаң 3x болады. Сосын жақта минус 1, минус 1, минус 2. И анау бер жаққа минус өтеді, минус 3 болады не керек. И 3, мына жақта 2x минус 1-дің квадраты. И 3 негізді түбірде x минус 1. Қосу 3 негізді 2x минус 1 квадрат x минус 1. Ой, мына жақта квадрат жоқ. Мынада квадрат жоқ, мына жақта квадрат бар. Тең 0 деген зат. Яма? Так, енді мынаның бәрін 3-ке бөліп тастайсың. Сонда x минус 1 қосылған 2x минус 1-дің квадраты 3 негізді түбірде x минус 1. Сосын қосу 3 негізді 2x минус 1 көбейтілген x минус 1-дің квадраты болады. Тең болады 0-ге. Енді қараңдар, өзі бізде айтып тұр. X минус 1-ді бірдеңе қыл деп. Ортақ көбік шегінде шығарып тастар жақтан сыртына деп па. Намектап тұр. Енді қараңдар, бізде x тұрса, оны x турасы x-дің квадраты жаза алады ғой. Енді оны 3 негізді түбірдің астында тұрып деп жазуға болады. Енді бізде x минус 1 тұрғаны үшін x минус 1-ді жақша аласың да, 3 негізді түбірге алып, 3 негізде аласың. Мына екі қысқарып кетсе, қайтадан x минус 1-дің өзі шығады. Енді бізде бұл жерде оны қысқартып тастау емес, ортақ көбікті жақтан сыртына шығару. Мен қазір шығарам x минус 1-ді. Түбірасы x минус 1. 3 негізден шығарып тастаймын. Сонда мына 3 дәреже еді, оның біреуі сыртқа кетіп қалды, получается бізде 2 дәрежесі қалды. x минус 1-дің 2 дәрежесі қалды. Мына жақта 3 негізді түбірде. Қосу мына жақта бізде так, біреу ағып, сол сыртқа шығып кетті. Қалды сонда 2x минус 1 квадрат жақшаның ішінде 3 негізде қалды. Сосын қосу мына жақта екеуінде біреу-біреуден ғой, не керек. 3 негізді 2x минус 1 x минус 1 қалады, потому что біреу сыртқа шығып кетеді, тең 0. Енді қараңдар, мына көбейткіш дұрыс па? Жақшаның сыртында тұрған затты мен 0-ге теңестіре аламын. Яғни 3 негізді x минус 1 тең болады 0-ге. Сонда x тең болады 1-ге. Уже бұл бір түбірі шықпайды. Негізі ответінде біреу-ақ болады, тек осы ғана е жауабында тұр. Енді мынаның ар жағы не болады деген қызық шығар. Бұдан шешім шықпайды, бірақ сонда да дәлелдеп қояйық. Бұл жақта бір текті теңдеу болып тұр. Мысалы мен x минус 1-дің өзін 3 негіздісімен осынаға теңестіріп алайын. Енді жақта 3 негізді 2x минус 1-ді b-ға теңестіріп аламын. Сол кезде a квадрат қосылған b квадрат қосылған ab болады. Бұл енді бір текте теңдеу болып тұр ғой. Сол үшін мен бұны b-ға бөліп тастаймын. Сонда a квадрат қосылған, b-ға бөліп тастасам, a квадрат бөлінген b квадрат қосу 1 қосылған, ана бір жазайыншы. Жақта a минус b қосу 1 болады, тең 0. И бұл дегеннің жаңа айнымалысы бар теңдеу болып тұр. Бір t деп алсайын, a бөлінген бұны, t квадрат плюс t плюс 1 болады, тең 0. Бұдан не керек? Дискриминант шықпайды. 1 минус 4 көбейтілген 1 болады. Ол минус 3 болады, оның шешімі жоқ. Сондықтан мына өрнектің ар жағындағы көбейтіліп тұрған өрнектің мағынасы жоқ деген сөз. Осыған ұқсас бірнеше есеп бар, шығарып қойсаңдар болады.